Швеция ұсталған ресейлік көлеңкелі флот кемесін Украинаға бергелі жатыр. Киев бұл кеме басып алынған аймақтардан ұрланған астықты тасымалдады деп айыптайды. Бұған дейін Швецияның төменгі сатыдағы екі соты кемені тапсыруды мақұлдаған. 4 тамызда жоғарғы сот кеме иесі Кафа Шиппинг компаниясын шағымын кері қайтарып, бұрынғы шешімді өзгеріссіз қалдырды. Бейсенбіде Украина сыртқы істер министрі Швецияға алғыс айтып, бұл үлкен жол ашқан тарихи шешім деп мәлімдеді. Ұзындығы 96 метрлік Кафа кемесі Гвинеяның жалған туын тағып, Санкт-Петербургке бара жатқан жерінен ұсталды. Наурыздың басында Швецияның арнайы полиция жасағы Трелеборг жағалауында кемені бақылауға алған еді. Кемедегі 11 экипаж мүшесінің 10-і Ресей азаматы. Истат аудандық сотының мәліметінше, жергілікті билік Украинаның құқықтық көмек сұраған өтінішін негізге алған. Ал Кафа кемесі сол қылмыстық іс бойынша негізгі айғақ ретінде тергеліп жатыр. Сарапшылардың айтуынша, Мәскеу батыс санкцияларын айналып өту үшін көлеңкелі флотты пайдаланып отыр. Мұндай флот негізінен иесі белгісіз, сақтандыруы жоқ, тозығы жеткен ескі кемелерден құралған.